огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Сендер қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Сендер қанағаттандырылмағандықтар. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Белкастың соңғы көрілімі. Бізде бүгін қонақта Шыңғыз Зайтунов. Қалайсыз, ағай? Жақсы, рахмет. Енді біздің сұрақтарымыз басталады, ағай. Енді өзіңіз білесіз, қалай подкастымыз жүреді. Бірінші сұрағымыз енді ең көп кездесетін сұрақ. Қай жерде туылдыңыз? Мен Солтүстік Қазақстан облысының тумасы боламын. Аққайың ауданы Аралағаш ауылында 1994 жылы сәуір айының 27 күні осы дүние есігін аштым. Енді осындай керемет әңгімеден кейін шай алып қойыңыз енді. Біздің подкастымыздың сондай дәстүрі бойынша әр қонағымызға шай береміз. Енді күтіп болғасын. Енді осындай бір қазақи сұрақ. Руыңыз қандай? Орта жүзбін, арғын, оның ішінде Атығай, Қойлы Атығай. Біреу руыңыз қандай деп сұрағанда қалай жауап бересіз? Бұрын Бадалей деп жауап беретін. Кейін тарих оқып бастағаннан кейін Орта жүз Атығаймын деп айтатын болдым. Біреу руыңыз үшін ұра ма? Ондай болған жоқ. Буллинг ете ме? Буллинг та жоқ негізі. Нормально, бәрі? Иә. Болды, онда келесі сұраққа көше берейік. Енді туылдыңыз, руыңыз бар. Қай мектеп бітірдіңіз? Жалпы соңғы 11-ші сынып аяқтаған мектебім, ол Солтүстік Қазақстан облысында Қызылжар ауданы Бескөл ауылындағы Парасат мектеп лицейін бітірдім. Нешеге оқыдыңыз? 5 пен 4-ке аяқтадым мектепті. Негізі бірінші орында, былайша айтқанда, приоритетте менде бағалар емес, білім болды да, одан кейін өзіме маңызы жоғары деген пәндерді таңдап алғаннан кейін соларды оқуға көп көңіл назар аудардым. Сол үшін кейбір пәндерді мен 5 деген бағаға оқу мақсат қойған жоқпын да. Сол үшін 5 пен 4 аралас болды. В общем, цитатик дейсіз ғой, иә? Окей. Енді мектеп бітірдіңіз, университет, анау-мынау, колледж, может университет. Енді мектеп бітірдіңіз, неге мұғалім болдыңыз? Негізі университетке түскен кезде өкінішке орай ұбт-ның нәтижесімен мен грантқа өте алмай қалдым да. Кейін жалпы ойымда математика мұғаліміне түсу варианттардың ішінде болды. Одан кейін енді грантқа түспеген соң математика факультетінің деканы келіп жақсы үгіттеу жүргізді, яғни факультетті таныстырды. Яғни ол кісі, оказывается, енді былайша қазір хантинг деп атайды ғой, жақсы студенттер іздеп жүр екен да, соның қатарына мен де түскен болып тұрмын ғой. Сіз сонда жақсы студент болдыңыз ба? Жоқ, имеется в виду, мектепті жақсы аяқтаған оқушыларды іздеген ғой. И мен де солардың қатарына түсіп тұрған болып тұрмын. И шақырды, жақсы үгіттеу жүргізді, факультеттің жұмысымен таныстырды, болашақта қалай жұмыс істеуге болады, қайда жұмыс істеуге болады, қандай мамандық иесі болатынымды түсіндіргеннен кейін келісіп сол математика мамандығына түстім. Керемет. Енді біздің сондай мұғаліміміз бар болғаныңызға рахмет. Енді бірақ мұғалім болдыңыз, дипломыңызды алдыңыз, сосын неге нақты білім инновация лицейінде жұмыс істеуді таңдадыңыз? 4-ші курс оқып жүрген кезде біз мектептерге практикаға бардық, яғни оқушылармен танысып, мұғалімдікпен танысу мақсатында жалпы кез келген мамандықта тәжірибелік практикалар болады. Сондай білім инновация лицейіне бардым. Сол жерге бірінші рет кірген кезде басқа бөлек бір атмосфера бар екенін сезіндім. Содан кейін мектеп қатты ұнап қалды. Сол жақта жұмыс істегім келді. Кейін университет аяқтағаннан кейін барып мектеп директорымен кездестім, сөйтіп сынақтан өтіп жұмысқа қабылдандым. Енді біз білеміз, сіз өте көп білім инновация лицейінде жұмыс істедіңіз, бірнеше білім инновация лицейінде жұмыс істедіңіз. Нақты сол туралы айта кетсеңіз. Жалпы мұғалімдік тәжірибемден сол Петропавл қаласында бастадым 2015 жылы. Одан кейін отбасы құрып біз Тараз қаласына жұмыс істеуге ауыстық. Одан кейін сол Тараз қаласында жұмыс істедім 3 жыл.
Петропавлда 2 жыл істедім, Тараз қаласында 3 жыл, ұлдар лицейінде. Одан кейін келесі аялдамамыз Шымкент ұлдар білім инновация лицейі болды. Ол жерде 1 жыл жұмыс атқарған соң 2021 жылы бастамыз дейін ба? Алибаба, блин, это все китайцы, я так и знал. Көп Петропавл, Бурабай, Шымкентте жұмыс істедіңіз, Тараз, тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Жалпы мұғалімдік жолымды Петропавл қаласына бастадым 2015 жылы. Одан кейін 2 жыл Петропавлда жұмыс істеп, отбасы құрғаннан кейін Тараз қаласына ауыстық. Тараз ұлдар лицейінде 3 жыл жұмыс істедім. Одан кейін келесі аялдамамыз Шымкент ұлдар білім инновация лицейі болды. Ол жақта 1 жыл жұмыс істегеннен кейін 2021 жылы Бурабайда лицей ашылды. Сол жаққа ауысып келген болатынбыз. Яғни Бурабайда да мен 2021 жылдан бастап 24 жылға дейін 3 жыл жұмыс істегеннен кейін енді қазір осы 24-25 оқу жылында екібастұз ұлдар білім инновация лицейінде жұмыс жасап жатырмын. Өмір сізді осы жерге алып келді ма сонда? Солай болып тұр ғой. Өкінбейсіз ба? Жоқ, себебі әр мектептің, әр лицейдің, әр өңірдің өзінің бір қызық жақтары, қызық тұстары, қиын жерлері болады. Бірақ ең бастысы жақсы интеграция жасай білуді. Ол процесс енді қатты қиын емес деп ойлаймын. Енді әр адамға әр түрлі, бірақ өзіме негізі бұл жүйе, осы мамандық таңдағаным барлығы ұнайды. Керемет. Енді өзіңіз тұстарыңыз туралы айтып кеттіңіз, бірақ әр билдің нақтырақ айтқанда айырмашылығы қандай? Осы сіз жұмыс істеген билдардың ішінен. Бұл енді андай жалпы сұрақ болып тұр ғой. Кейбір лицейлердің енді материалдық базасы мықты, яғни LED панельдер деген сияқты да, принтерлар қолжетімді. Кейбір лицейлерде ондай аздық етеді. Бір лицейдерде iPad бар, мысалы сабақ кезінде балалар телефон қолданбайды, бірақ айтишникқа барып келесі сабаққа маған осынша 20 iPad керек деп дайындап қояды да. Сондай артықшылық тұстары бар. Оқушыларға келсек, енді әр лицейде енді сабақты жақсы оқитын, негізгі приоритетке сабақ емес, жаңағы спорттық іс-шараларды қоятын, мәдени іс-шараларды қоятын балалар болады. Ата-аналар жағынан айтатын болсақ, енді барлық лицейлердің ата-аналары ерекше қазақи тәрбие, қазақи қонақжайлық, соны байқадым. Барлық лицейлерде бірдей деп ойлаймын. Енді мұғалім жағынан қарайтын болсақ, әр жерде әр түрлі тәжірибелі мұғалімдер бар. Жалпы енді өзің ізденіп, бір нәрсе үйренен деп баратын болсаң, әр мұғалімнен алатын бір өнеге бар деп ойлаймын. Жақсы, енді мектеп, өмірді бітірдің, енді өзіңіз туралы сөйлесейік. Хоббиіңіз қандай? Хоббиім негізі осы мұғалімдік мамандыққа оқуға түскеннен кейін өмірлік қағидам бір орысша күшті бір сөз байқадым. Сол енді маған жарасады деп, соны өмірлік қағидама айналдырған болатын. Ол сөз мынандай: жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и ее преподаванием. Негізгі хоббиім осы деп ойлаймын. В общем, цитатник, тағы да? Цитаталармен сөйлеуді жақсы көремін. Жақсы, тағы басқа қандай хоббиіңіз бар, мүмкін талантыңыз? Жалпы енді оқудан бөлек өзімдің денсаулығыма да көңіл бөлем, спортпен айналысуды жақсы көрем. Жалпы андай домалақ заттар бар, бүкіл спорттарға қатысуды ұйғардым өзім, солармен айналысам енді. Аспапта ойнай білесіз ба? Домбырада ойнай білем. Ендеше енді домбыра в студию, енді көрсетесіз, енді өзіңіздің ойыңызды қалай ойнайды екенсіз. Шындық айтып тұрсыз ба, жоқ па, қазір тексереміз енді. Бір отрывок ойнасам жететін шығар да? Бізге жетеді.
өміріңіз туралы сөйлесуді бастадық. Кішкене тағы да тоқталайық. Жалпы неше жаста үйлендіңіз? Бағана айтып өттім, сол Петропавлда жұмыс істедім 2 жыл. Сосын енді солай бұйырып тұр, 2017 жылы отбасы құрдым. Ол кезде мен 23 жаста болдым. Тым ерте деп ойламайсыз ба? Енді өзім ерте деп ойламаймын, себебі әр адамның өзінің бір жасына келген кезде отбасы құруға дайын болған кезі болады, және отбасы құруға шешім қабылдаған кезі болады деп ойлаймын. Сол менікі сол 23 жасқа таяп тұрған болып тұр ғой. Енді қазір сіздің, менің ойымша, ең сондай сүйікті сұрағыңыз болады, өйткені сіз цитатниксіз, өзіміз байқадық. Өмірде қандай философия ұстанасыз? Философия. Негізі енді бағанағы қағидамды айтып отырмын ғой. Сол негізгі философия сол. Жалпы енді өзің жақсы көрмейтін затты біреуге жасамау қағидасында ұстанам. Яғни сол философияға жақынмын. Енді біздің қазір өзіміздің соңғы сұрағымызға келеміз, содан кейін оқушылардан сұрақтарды айтатын боламын. Соңғы сұрағымыз біздің көрермендерімізге арналған. Білесіз, өзіңіз бізде емтихан өтті, қабылдау емтиханы, 7-8 сыныптар, жаңа келеді 7 сыныптар. Соларға қандай кеңес беруші едіңіз, осындай оқушыларға? Камераға айтсаңыз сол сөздерді. Жалпы енді мектепті таңдап келген оқушылар бар, кейбіреуіне жаңағы біреу жарнама жасап, сол жаққа үгіттеп, сол жаққа жібергендер болуы мүмкін. Яғни көбінесе енді ата-аналары, туыстары, достары осы жаққа барып оқы, білім ал деген сияқты да. Оның барлығы бекерден бекер емес. Яғни жақын туысқаның болсын, ата-анаң болсын, ешкім бекерден осы жерге барып білім ал, тәрбие ал деп үгіттеп жібермейді. Сол үшін осы жаққа қабылдау емтиханынан өтіп, сүрінбей оқуға түскеннен кейін сол білім мен тәрбиені барынша өзіне сіңіруге тілектеспін. Рахмет. Енді осымен бірінші бөліміміз бітті подкасттың. Енді екінші бөлімді бастамай бұрып сізге бір көмек келетін болады. Сол үшін шай алып алыңыз. Өйткені бұл сұрақтар мен де білмеймін, мына сұрақтарды кім ойлап тапқанын, бірақ өте қиын сұрақтар негізі. Дайындалып алыңыз. Бірінші сұрағымыз енді оңай болады. Теннистен тренировкаға барғансыз ба? Жалпы теннисті мен 7-ші сыныпта ойнап бастағам. Одан кейін мектепте енді былай досымызбен ойнап жүрдіміз. Тренировканы мен университетте бір дене шынықтыру мұғаліміне жолықтым. Сол кісінің теннис ойнап жатқанын көрдім, кейін сұрадым. Үстел теннисінен тренировкаға келсем бола ма деп. Өзі тренировка жасап жүр екен, сол жаққа енді келсем болады деді. Содан кейін 2 жылдай ма қатыстым. Енді бізде жұмбақ орысша, себебі сұрақтың өзі орысша. Енді бұл сұрақты ойлап тапқан адамға рахмет. Енді сұрақтың өзі. 3 слова – это 2 слова. Это 3 слова. Что будет, если дать косарь турку? На самом деле вы бывший чемпион по всем спортам. Вопрос. Жауабы 24 килограмм. Жақсы. Сұрақ түсініксіз, жауап та сондай. Білем. Енді бізде келесі жұмбақ бірінен бірі кетеді екен. Осы жолы бір өте сондай қауіпті сұрақ. Задача о 3 богах. Ты попал на остров, где живут 3 бога. Истинный, лжец и случайный. Истинный всегда говорит правду, лжец всегда лжет. Случайный может ответить как угодно, правду или ложь, случайным образом. Ты знаешь, кто есть кто, но не знаешь, кто из них кто. Тебе разрешено задать 3 вопроса по одному каждому богу. Все вопросы должны быть такими, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет». Но есть еще одна сложность. Боги понимают твой язык, но будут отвечать на своем языке, где слово «да» и «нет» означает что-то, но ты не знаешь, что именно. То есть их «да» может означать «да», а может «нет». И наоборот. Вопрос. Как, задав 3 вопроса, однозначно определить, кто из богов есть кто? Как задав 1 вопрос.
3 вопроса. 3 вопроса. Каждому по одному, значит. Қиын сұрақ екен. Енді осыған ұқсас логикалық сұрақтар шығарған кезде негізі ручка мен қағаз керек, бірақ бүйтіп ойланбай жауап беретін болсақ, Кез келген 3 сұрақ болсын. Сол құдайларға этим богам. условия көп болып тұр да жаңағыдай, чтобы только да или нет болатындай қинап тұр да. Бұл біздің оқушыларымыз енді. Көрініп тұр енді, дарынды балалар екен. Дарынды балалар, екі жақты дарынды. Жайске емес. Мен тек қандай сұрақ сұрай алатынымды құрастырып көре аламын да, бірақ қайсы кім екенін анықтау қиындау болады. Потому что олар менің тілімді түсінеді, өздері басқа тілде жауап береді. Еще я деп жауап берген жоқ болуы мүмкін, жоқ деп жауап берген я болуы мүмкін. Сол үшін кімнің кім екенін табу қиын болады. Сол үшін сіз математикаға бардыңыз, иә? Так ақылды болсаңыз, орыс тіліне барушы едіңіз, иә? Да. Дұрыс. Енді келесі сұрақ, сколько лет волейболом занимались дейді? Жалпы волейболмен айналыстым деп айта алмаймын, себебі кәдімгі тренировкаға барып, бір тренерім болған жоқ. Тек осы 2015-те білім инновация лицейге келгелі бері ол жақта бір күшті дәстүр бар екен, яғни ата-аналар волейболына жауапты болдым 2015 жылы. Содан бері ата-аналармен бірге ойнап, арасында ойнау білетін кісілер болды, соларға қарап, сөйтіп үйреніп жүрдім. Сөйтіп, енді 2015-тен бері қазір 10 жыл бола ма, сол 10 жыл бойы ата-аналармен ойнап, солай тәжірибе жинап, ойнап үйрендім. Мүмкін көрермендер білмейтін шығар, бірақ бұл қасымда отырған адам мектепшілік волейбол турнирінде бірінші орын алды. Өзі жазып, өзі сосын соңында бірінші орын алған адам. Мұғалімдер ретінде балаларға қарсы, 10-14 жастағы балаларға қарсы жеңген адам осы жерде отыр. Енді бізге келесі сұрақ. Кто вас научил так шутить? Енді тағы да бір көрермендерге айтатын нәрсем. Бізде мектебімізде awards show бар. Сол awards showда балалар өздері дауыс береді мұғалімдерге. Енді бізде 2 номинация бар. Солардың ішінен. Шутник года және де үздік завуч. Енді сол номинацияларда ең көп дауыс жинаған адам, спойлер айтайын, бұл видео awards showдан кейін шығады, ол Шыңғыс ағай. Енді сұрақ неге? 2 номинациядан ба? 2 номинация, шутник года, үздік завуч. Екеуінен де жеңдіңіз. Неге? Білмеймін енді. Шутник года просто менің әзілдерім көбіне андай да, арзан емес. Оны түсіну үшін ойлану керек. Көбі жаңағыдай арзан күлкі сондайға үйреніп қалғанда, бір нәрсе сап-сап көрсетсең күлетін сондай әзілдер күтеді. Бірақ менің әзілдерім астарлы. Өзіме енді бұрыннан КВН қарайтын кішкентай кезімнен. Сол жердегі кейбір әзілдерді түсіну қиындыққа соғатындай. Сол кезде мен ойланған не үшін? Мен олардың әзілдерін түсінбеймін. Бұл әзіл ғой, жалпы барлығы оны түсініп, күле алу керек қой. Оларды халыққа жария етіп атқаннан кейін, халық та оны түсініп күлу керек. Бірақ ішінде кейбіреу түсінеді, кейбіреу түсінбейді. Одан кейін байқағаным, яғни кейбір әзілдер астарлы болады, және КВН-де енді көбі политика, үлкен мәселелер қозғағаннан кейін, ал менің мектеп кезде оқып жүрген кезде, КВН қараған кезде, ол жақта білімім болған жоқ мүлдем. Сол үшін кейбір әзілдерді түсіну қиындыққа соққанын байқадым да, одан кейін түсіндім. Яғни бүкіл әзілдер күлкілі емес, кейбір әзілдерді түсіну үшін керекті бір білім деңгейі болу керек. Жақсы. Енді әзірге жақсы келе жатсыз. Келесі сұрақ, өте қиын сұрақ. Какой у вас любимый ученик из 8А? Негізі барлығын бірдей жақсы көрем. Себебі, қазір айтайын не үшін. Әр оқушының өзінің бір енді қызық тұсы болады, қылықты тұсы болады, жек көрінішті бір қылықтары болуы мүмкін. Біреу сабақты жақсы көреді, мен сабақты жақсы оқиды, мен оны сол үшін жақсы көрем. Сабағын жақсы оқыған үшін. Ал біреу тәртібі жақсы, яғни айтқанында бұлжытпай орындайды. Біреуге бір затты аманат қылып берсең, қиянат жасамай, саған оны ұстап береді. Біреуге сырыңды айтсаң, ол сол сырыңды ұстап береді, ешкімге айтпайды деген сияқты да. Әр баланың өзінің бір ерекше қасиеті бар.
и әр баланы сол ерекше қасиеті үшін жақсы көрем. И сол үшін барлығы менің алдымда бірдей да, яғни приоритет қоймаймын. Мынау сабақты жақсырақ оқиды екен, ең қатты осыны жақсы көремін деп айтпаймын, себебі әр баланы өзінше жақсы көресің. Енді теннис ойнауды қашан үйренесіз? Яғни бұл сұрақ сіз әлі де теннис ойнауды білмейсіз деп айтып тұр. Теннис ойнауды сол сұрақты қойған адамнан үйренсем деп ойлаймын. Себебі егер ол мені ойнау білмейді деп не қылса, ойласа, демек сол кісіден үйренуім керек болып тұр ғой. Жақсы, осы подкасттан кейін номерін жіберемін сізге. Енді любимая фраза для хазиков. Қандай сізде фразаңыз сүйікті? 7-ші сыныптар үшін. 7-ші сыныптар үшін, попался. Қашан қолданасыз соны? Біреу бір нәрсе білдіріп жатқанын сезіп қойсам, и мені көрмей тұрса, сол фразаны міндетті түрде бірінші қолданам. Себебі оны естігеннен кейін апыл-ғұпыл бала өзі бірден өзін сдавать етіп жүреді, бір нәрсе білдіріп жатса резко. Себебі енді балалар эмоциясын ашық білдіреді. Сол үшін осындай күтпеген жағдайда қолданатын болсаң, балалар өзін наоборот выдавать ете береді. Сол үшін жетілерге көп қолданам соны. Жалпы тәжірибеңіз үлкен екені көрініп тұр. Енді бізде осындай өте енді завучқа сай сұрақ. Какой класс чаще всего опаздывает на уроки? Негізі линейкаға қатысып жүретіндер болса, біз нені бастағанбыз? Награждение, теріс драйв дейді ғой. Яғни линейкада көбінесе жаңағы жетістікке жеткен балаларды марапаттайды ғой. Біз енді көп кешіккен оқушылардың тізімін есептеп шығарып, қай сыныптың оқушылары көп кешігетінін линейкада сол марапаттайтын болғанбыз. Соны линейкаға қатысқан болса, егер адамдар и так біледі қай класс екен. Сондықтан біздің линейкамызға қатысып жүріңіз. Егер сіз Қарағанды, Шымкент, Тараз қалаларынан болсаңыз, онда әр дүйсенбі бізде линейка өтеді. 10:05 Екібастұз білім инновация лицей, көріп келсеңіз болады. Енді келесі сұрақ. Зачем идти на похороны друга, если он на твои не придет? Бұл астарлы не екен? Әзіл, осындайларды жақсы көремін негізі. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін помощь зала қолданып отыр. Бар ма ондай? Или 50/50? Бізде осы жерде өкінішке орай зал жоқ екен. Звонок другу үшін. Звонок другу ма? Сол болашақта өлетін досқа ма? Жоқ, теннис үйреткісі келетін жігітке звондайын едім. Мүмкін ол сол сұраққа жауап бере алады. Просто білмеймін енді басқа кімге звондарымды. Қазір ойыма сол келіп тұр. Біз подкастымызда жаңа дәстүр бастаймыз. Ол звонок другу. Енді біз ешқандай шоудан алған жоқпыз, өзіміз ойлап таптық осыны. Ағай, қоңырау шала беріңіз. Телефоныңыз жоқ екен, онда келесі сұрақ. Шыңғыс ағай формасын жүретін балаларды қалай айтасыз? Формасыз. Казючий деймін. Казючий. Мысалы, орысша түсінбейтін балаларға қалай түсіндіресіз осы сөзді? Так, бұл орысша сөз ғой. Жарайды, қазақша түсінбейтін балаларға. Бұл андай басқа тілден енген сөздер болады ғой. Флешка сияқты. Аудармасы жоқ оның. Жақсы. Сонда енді бұл, білмеймін, енді осы сұраққа жауап берсеңіз де болады, жауап бермесеңіз де болады. Өйткені осы сұрақ енді өзіңіздің болашақ мансабыңызға әсер етеді. Негізі мүмкін сізді одан кейін түрмеге салатын шығар, білмеймін, прокуратура іздейтін шығар, мүмкін КМБ іздейтін шығар, мүмкін, білмеймін, енді бүкіл болуы мүмкін. Сұрақ. Это правда, что вы запираете детей, когда они не слушаются вас? Запираете неважно где, но бірақ істейсіз ба ондай нәрселерді? Запираете дегенде ешқайсыға қамамаймын, бірақ бұзықтық жасаған баланы енді бөлмеге шақырып, түсініктемесін алып, егер өрескел бір бұзушылық болса, онда ата-анасын шақырып, сынып жетекшісін шақырып, сондай жұмыстар жасаймыз, бірақ чтоб біреуді қамап кететіндей ондай жоқ. Тек жаңа бөлмеге шақырып сөйлесу. Жақсы. Біздің енді сұрақтарымыз өте бір
білмеймін, ұқсас шығар, бірақ как вам 8 А класс? Өзім енді сынып жетекші болғаннан кейін жақсы. Енді сынып жалпы енді мұғалімнің айнасы ғой. Қандай мұғалімдер сабақ береді, қандай қоршаған ортасында мұғалімдер жүр, жалпы балалар соның айнасы деп есептеймін. Сол үшін әр сынып негізі жақсы. Бірақ енді 8-ші А сыныбы ерекше өзіме жақын, себебі енді мен сол сыныптың сынып жетекшісімін және көп бос уақытымның көп бөлігін осы балаларға арнаймын да, оларды көбірек танумен айналысқаннан кейін сол сынып өзіме ерекше жақын. Енді біздің біз соңына да келіп қойдық. Шыңғыс ағай, а вы уважаете Султанғали Алдияра из 8 Б класса? Жалпы енді білмеймін, сырт көзге қалай көрінетінін, бірақ бірінші кезекте енді мен оқушыны адам ретінде сыйлаймын. Екіншіден барлығына көзқарасын түзу, барлық оқушыларды сыйлаймын. Бірақ енді ереже бұзып, бұзақылық жасаған балалармен разговор другой дейді ғой. Ата-анасын шақыртамыз, егер өзі түсінбейтін болса, бірнеше ескертуден кейін түзелмеген болса, яғни келесі іс-шараларға баруға тура келеді. Жаңағы ата-анасын шақыртып, сынып жетекшісін шақыртып, яғни біздің бұл жердегі мақсатымыз баланы ережелерді, тәртіптерді сақтауды үйрету, себебі өмірдің заңдылығы сондай. Бала тек қана мектепте білім алып, тәрбие алып қана қоймай, тәртіп, жүйе, дисциплина дейді ғой, сондай заттарды үйрену керек. Және біз де соны балаға үйретуге тырысып жатырмыз. Соңғы сұрағымыз, подкастымыздың фишкасы деуге де болады. Сүйікті өлеңіңіз қандай? Сүйікті өлең? Иә. Негізі енді әр кезде әр қалай, яғни көңіл күйің жақсы болып тұрса, басқа өлеңдер тыңдаймын, домбырамен күйлер тыңдаймын. Яғни көңіл күйім онша емес болған кездерде басқа бір өлеңдер тыңдаймын. Ритмичный өлеңдер дейді ғой, жаңағы тойдағы ритм создавать ететін сондай өлеңдер ұнайды. Әр кезде әр қалай деп жауап бергім келеді бұл сұраққа. Ал есейе келе қазір көбіне былай патриоттық сезімді оятатын өлеңдер ұнайды, және енді былай атап өткім келіп тұрғаны ол әнұран. Себебі әнұранды естігенде шынымен де ата-бабамыз елімізді, жерімізді қорғап сондай жер алып қалғанына біріншіден бас ием, одан кейін сол өлеңді естіген кезде ішінде жаңағыдай патриоттық сезім оянады, және де өзімнің жасап жүрген жұмысымды одан әрі жалғастыруға маған бір күш қуат береді. Сол үшін әр дүйсенбі күні линейкада әнұран, гимн қосып отырамыз, және шабыт алу үшін, әрі қарай апта соңына дейін энергия, күш жинау үшін. Рахмет, көрермендер. Бұл біздің подкастымыздың соңы. Енді Шыңғыс ағай, өзіңіз, сіз біздің соңғы қонағымыз, сіз 3-ші эпизодымыздың арнайы шақырған адамымызсыз. Енді өзіңіздің қандай сөздеріңіз бар, мүмкін подкаст туралы, жалпы қалай өтті, осы жерде камераның артында болған дайындықты көрдіңіз, не айта аласыз бұл туралы? Жалпы күшті бастама деп ойлаймын, және жалғасып жатыр, қазір 3-ші эпизод болып жатыр ғой. Жақынырақ тану, білу деген сияқты да. Көбіне енді жаңағы сұрақтардан байқап отырмын, балалар, енді мен көп конфликтный емеспін да, балалармен әзілдесуге тұрсам, бір келеңсіз оқиғалар, жағдайлар болған кезде жаңағы ұрыс-керісті кішкене бәсеңдету үшін бір әзіл айтуға тырысам, солай да, андай температураны төмендету дейді ғой, сол сияқты. Сол үшін балалардың көбі мені әзілқой деп ойлайды да, жаңа сұрақтардың ішінде де сондай видно, что человек еще не профессионал, но пытается что-то там шутить, да? Сондай әзілдермен сұрақ қоюға тырысты. И бірақ бастаманы айтқым келіп отыр. Балалар кішкене серьезно қабылдайтын болса да, онда жақсылап сапалы сұрақтар да қоюға болатын еді да. Яғни көрермендер үшін
көбірек информация беру үшін, яғни келген қонақ өзі жайлы көбірек информация беру үшін және көрермендерге таныс емес беймәлім ақпараттарды білу үшін жақсы да сұрақтар қоюға болатын еді деп ойлаймын да. Сол үшін балалар кішкене келесі эпизодтарға енді жақсырақ сұрақтар дайындап қойып жіберсеңіздер, себебі мына жерге балалардың жалпы осы парламенттің ұйымдастырып отқан бұл подкасты мән мағынасы осы, яғни күнделікті көріп жүрген адамды басқа қырдан тану болып тұрды. Сол үшін басқа қырдан танитындай жақсы және сапалы сұрақтар болса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Рахмет, бұл бітті.